Мен алаңдатқан сұрақ өзіңіз таныстырыңыз. мен есімім Нұршанбек Махмутұлы. Нұршанбек Махмутұлы. Мен алаңдатқан сұрақ осы Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың соңғы жарлығында әскер. Енді қай-қай бір қазақтың баласы әскерден қорықпаймыз, қашпаймыз. Өйткені біздің еліміз, ата-анамыз тұрған, кіндік қанымыз тамған жер. Біз алаңдататын сұрақ, біз барғымыз келеді әрине. Отан алдында борышымызды өтегіміз келеді. Біздің қойғымыз керек сұрақ, бізге тек қана кепіл бере алса болды. Аман барып, аман қайту. Өте дұрыс айтып отырсыз. Аман бар. Егер мына жерде қай-қай бір қазақтың баласы барады, просто біз өзіміздің жанымызға қорықпаймыз. Әке шешеміз қартайған, бәріміз бір үйдің аманатын бойымызға жауапкершілік артып отқан боламыз. Енді әке шешемізге қызық көрсететін сәтте әскерге барып, не бір жерімізді майып қылып, не аман келмеуден қорқамыз. Былай әскери өмірден, тәртіптен қорқып жатқан ешқандай жоқ.